1300-ге жуық осы Алматы қаласының өзінен зиянкестер анықталды. Вот здесь теперь давайте внимание обратим вот на вот это вот дерево. Смотрите, вот дуб огромный, да, вековой дуб. Весь желтый стал. Он же желтый стал не из-за того, что осень наступила, а из-за того, что паразит его съел полностью. Вяз низкий, он может пережить 2 объедания. И если будет 3, то уже дерево может погибнуть. Бұл жердегі 1 миллиардқа жуық жасыл қор қазір нақты биологиялық өрт үстінде тұр. Яғни Алматыда зиянкестермен жұмыс жасау жүйелі емес. Одан бөлек қала төңірегіндегі осы биылға бөлінген 1,5 миллиардтан астам қаржының бүгінгі таңда нақты қайда кеткені белгісіз. Паутинный клещ. Он появляется во второй декаде июля. Бабочки красивые, конечно, но их личинки, они, когда в личиночной форме, у них такой грызущий ротовой аппарат, и они повреждают, едят. Негізі шамамен айтканыңызда бір ағашқа санайтын болсақ, шамамен 40-45 теңгеден бөлінеді жылына. Если мы этим заниматься не будем, через 5-7 лет мы реально, со слов ученых наших, останемся без зеленого фонда, и у нас здесь степь получим на самом деле. Алматының бір топ ғалымдары бірлесіп Алып шаһардың 8 ауданына арнайы зерттеу жүргізді. Зерттеу жасыл желектер мен ағаштарға, өсімдіктерге жүргізіліп, олардан 17 түрлі зиянкес тапқан. Қоғамдық бақылау мүшелері осылайша Алматы қаласындағы ағаштар ешқандай да зиянкестерден қорғалмаған деген ұйғарым шығарып отыр. Осыдан бірнеше күн бұрын Астана қаласында құзырлы органдардың басын қосып отырып, осы биологиялық өңдеу мәселесін екінші отырысын жасаған болатынбыз. Сол жерде осы Алматы қаласының қоршаған ортаны қорғау және экология басқармасының жауапты тұлғалары қатысты. Сол жерде біз келістік осы Алматы қаласындағы өңдеу мәселесін жасап жатқан мердігерлердің жұмысына қоғамдық бақылау жүргізуді. Сөйтіп біз бірігіп жұмысты жасайтын болып жүйелі келіскенбіз. Енді қазіргі таңда осы келісім аясында біздегі осы өңірдік жергілікті ғалымдардың, жергілікті институттардың, партия өкілдерінің, біздің филиалдарымыздың қатысуымен осындай мониторинг жүргізілді, қоғамдық бақылау жүргізілді. Соның аясында осындай хаттама шықты. Яғни хаттаманы жай біреу жасаған жоқ, хаттаманы нақты өзінің лабораториясы бар, зертханасы бар институттар жасады. Біз ол институттардың шешіміне келісеміз. Өйткені бізде келіспеске басқа не жоқ, жол жоқ. Қолымызда өйткені заңды кәдімгі институттың беріп отқан қорытындысы бар. Ең алдымен ағаштың жауы не, зиянкестердің қандай түрлері бар, олардан қалай қорғану керек деген сауалдардың жауабын іздеп, Алматы қаласындағы ботаникалық бақтың ғылыми қызметкері Мадина Измайловаға келдік. Құрметті көрермен, бүгін біз осы материалды дайындау барысында Алматы қаласындағы ботаникалық баққа арнайы келдік. Бұл жерде бізбен қазір сұхбаттасатын осы ботаникалық бақтың кіші ғылыми қызметкері Мадина ханым. Мадина ханым, саламатсыз ба? Саламатсыз. Жалпы осы ағаштарды зиянкестерден қорғау үшін не істейміз, не істеліп жатыр қазір? Для того, чтобы защитить зеленые насаждения города, и в том числе ботанического сада, необходимо комплексный подход. Не только, в комплексный подход входят агротехнические методы, биологические, в биологические методы входят и привлечение птиц, то есть это естественные враги вредных насекомых. Это и насекомые энтомофаги, которые поедают фитофагов. Фитофаги – это вредители растений, а энтомофаги – это вредители насекомых. С привлечением естественных врагов Ну и применение биопрепаратов биологических, которые являются нетоксичными препаратами, они безвредны для животных и для человека, а также имеет 4-й класс опасности, что безопасно для животных и людей.
Для вредных насекомых это уже, конечно, действенный такой препарат. И в плане экологии Қайсысы тиімді олардың? это биологический метод, вот более такой безопасный и для окружающей среды, и для спасения, поддержания экологии. А бұл ботаникалық бақта неше түрлі ағаштар өсіріледі жалпы? Здесь много, конечно, пород деревьев, разновидностей пород, в том числе дуб черешчатый, который повреждается дубовым минирующим пилильщиком, который является уже не первый год инвазивным видом, который повреждает крону дубов. И что мы наблюдаем уже в июне месяце крона полностью объедена, минированная. То есть это дубовый минирующий пилильщик, это он повреждает внутри листа, поэтому получается минирование листа. Вот. Листва теряет фотосинтез, поэтому уже в июле месяце у нас крона полностью такая пораженная. Это, конечно, от этого деревья не погибают, но ослабевают. Ослабевают из года в год, если это будет повторяться, вот уже как повторяется в течение нескольких лет, да, в течение уже больше 7 лет. И теряется иммунитет, падает иммунитет, ну и, соответственно, дальнейшее уже можно и ожидать гибель растений. Жақсы рахмет. Жалпы осы ботаникалық бақтың ішіндегі ағаштардың бәрі жап-жасыл, ешқандай ауруға ұшырамаған, күтім дер кезінде қаралады, бақылауда. Жалпы сіз секілді ғылыми қызметкерлердің бақылауында. Ал Алматы қаласының ішінде немесе Алматы облысындағы ағаштардың көбін байқасам, көбі қурап қалған, жаңағы зиянкестердің әсерінен дейді ғалымдар. Жалпы осы жағдайлар табиғатқа қалай әсер етеді? Да, конечно, вот при обследовании зеленых насаждений города наблюдались такие поражения, как болезни растений и вредители, то есть усыхание уже деревьев. Вот сейчас, когда насекомые закончили свое питание и готовятся на зимовку, они начинают, значит, окукливаться, какие насекомые окукливаются, то есть они уже внедряются в почву для зимовки, готовятся. Ну или под корой деревьев они прячутся, вот так вот для этого. Поэтому вот сейчас обрабатывать уже, ну, так смысла нету, потому что уже насекомых нет. Они дело свое сделали, питание свое закончили, повреждения нанесли, и теперь уже это некого. Биыл сол ағаштарға осы сіз айтпақшы обработка жүргізілді ме? Я вот могу сказать, что касается ботанического сада обработки, мы проводим, мы прям регулярно. Нет, по городу имеется. А по городу я не могу сказать, проводились или нет, но вообще тендер разыгрывался же, да? А кто выиграл эти тендеры, не знаю. И ну, судя по тому результату, который мы видим, такое впечатление, как будто обработки не проводились. И либо это там были препараты, может, концентрация была меньше, или какие-то не те препараты применялись. Ну, я не знаю, потому что в этом году почему-то особенно как-то повреждения большие. Прям выпад большой. Сухие деревья большие, это много стоят сухие. У кого-то наполовину повреждения, какие-то деревья наполовину повреждены, какие-то полностью, но очень много, прям удивительно. То есть в данный момент сейчас сделать какие-нибудь обработки бесполезно получается, да, уже этим деревьям? Есть такие вредители, как щитовка, да, калифорнийская щитовка, это карантинный объект. Против нее, конечно, сейчас целесообразно проводить обработку, потому что именно с 15 августа где-то по 30 августа и выйдут, у них второе поколение выйдет, бродяжки называются, да, личинки называются бродяжки. Вот они начнут свое, это уже распространение по всему дереву и в личиночной форме зимовать. Ну, там проводить эти обработки там, где они выявлены. А если не выявлены, тогда их, ну, нет.
Обработку проводить уже поздно. Даже тли не видно уже, потому что Жылына неше түсу керек? 4 раза. Вообще, самая эффективная обработка – это весной. Весной, в зависимости от погоды, когда устанавливается температурный режим +5, +7 ночью, в сухую, безветренную погоду при температуре +5, +7 ночью, вот тогда это самые оптимальные условия для обработки. Это весной, затем, значит, называется фаза конуса, когда листочки еще не распустились, вот они такие, ну, в конусе, зеленый конус называется. Затем, когда уже идет бутонизация, вот цветы, когда начинают розовые бутоны, вот по розовому бутону обработка, это вторая. Третья обработка проводится, когда цветение закончится и начинает уже зависть формироваться. Вот в это время. То есть вот именно какое число сказать определенного нету, потому что погодные условия, они меняются каждый год, да, и вот ориентироваться по погоде, но ориентироваться на фазы развития деревьев. Четвертую обработку провести уже после листопада, когда полностью листья осыпятся, по голому дереву называется обработка. Вот это уже на зиму подготовить деревья, чтобы они благополучно перезимовали, чтобы вот эти вот вредные организмы, это и болезни, и насекомые, их нужно вот обработать. Мадина Измайловамен әңгімелесу барысында микология және альгология зертханасына кіріп, ондағы зиянкестер мен жәндіктердің түрлерімен жақынырақ танысып, қандай ағашта қандай зиянкестің әуестігі барын білдік. Осы ботаникалық бақтағы микология және альгология зертханасына келдік. Бұл жерде Мадина ханым ағаштарда жүретін зиянкестер ғой бұлар, иә? Айтып өтсеңіз бұлар туралы. Да, ну, здесь собраны коллекции, те насекомые, которые у нас в ботаническом саду вот, собраны. Например, здесь вот мраморный клоп, усач полевой, это вот симонотус, это тоже древесный вредитель. Его место обитания не характерно Алматинской области, вообще вот. Видимо, он завезен либо с посадочным материалом, либо это еще каким-то образом попадает сюда. Ну, вот уже не первый год, скажем, 2-й или 3-й год он повреждает тую, это стволовой вредитель. Ну, вот так вот. Демек, бұлар тек қана Қазақстанда болмаса да, шетелден, қандай да бір шетелден келген ағаштармен, немесе жиһаздармен бірге келуі мүмкін ғой, былайша айтқанда. Да. Ну, вот здесь вот совка, а это большой большой пилильщик боярышниковый. Вот, он был выращен из личинки, из гусеницы. Вот было окукливание уже тут в лаборатории. И вот этот вот имага уже отродилась прямо в банке. Здесь, значит, бронзовка, которая поедает цветы, цветоеды. Это вот долгоносики. Ну, здесь вот так, наверное, плохо видно, может быть, на камеру. Вот мелкие насекомые, это вот и есть дубовый минирующий пилильщик, это имага. Вот, не знаю, видно, нет, так вот приблизить. Так, ну и в целом, ну, совка, то есть собраны все вредители, которые есть, но особо опасные, массовые это вредители, это, значит, дубовый минирующий пилильщик, пилильщик зигзаг, тоже его родина Япония. И также вот его ареал распространения уже настолько расширился, что теперь он занимает Северную Америку и Евразию полностью, этот пилильщик зигзаг, который поедает крону карагача. Ну, это вяз низкий называется. Демек, біз күнделікті өзіміз көріп жүрген ағаштар мен ормандардың арасында инеліктер мен көбелектерде зиянкестер қатарына жатады, иә? Да. И уже с 2000 года появился пилильщик зигзаг,
его сразу не было заметно. Может быть, он уже из 2000, а в 2021 году его наблюдалось повреждение его в роще Баума. Прям аллея, значит, вяза низкого была полностью объедена крона. А вяз низкий, он может пережить 2 объедания. И если будет 3, то уже дерево может погибнуть. Но по температурным данным, да, по температурному режиму и в Алмате только 2 генерации, то есть 2 поколения успевает этот пилищик зигзаг. Поэтому вот 2 объедания происходит, но уже не 1-й год. И в этом году на вяз низкий еще одна напасть. Это галовая тля напала. То есть вот из-за того, что происходит, вот это каждый год происходит это объедание, то есть полноценного обмена веществ дерево не получает, потому что фотосинтеза нет. Питание идет только корневое, корни но фотосинтез же еще должен быть, чтобы был обмен веществ. Но этого не происходит из года в год, поэтому деревья слабеют и, возможно, и гибель даже произойдет. Хотя вот всегда считался вяз низкий, всегда он более такой устойчивой породы считался, и применяли на озеленение городов, и даже по трассе, вот где эти полосы, лесополосы высаживают, применяли карагач. А теперь вот получается и он тоже страдает. И также вот массовые вредители в ботаническом саду, и также и в городе, я думаю, что потому что все равно климат один же, паутинный клещ. Он появляется во второй декаде июля. И это полифаг, он повреждает более 200 видов растений, как на овощных, так и на декоративных культурах он повреждает. То есть так вот оплетает паутина и высасывает сок из растений. Потом листья становятся такие поврежденные, они становятся пятнистыми, уже желтеют и погибают. А вот у нас 2 года назад был проект «Зеленые рейнджеры». Вот, тоже неравнодушные люди, которые болеют за экологию страны и пытаются всячески помочь как-то вот посильным своим трудом. Но этот проект был юный ученый назывался. Это участвовали школьники, и вот эту коллекцию они формировали. Здесь, конечно, вот собран, значит, этот пчелоплотник, но его не надо было собирать, просто я не успела. Я вот 1 экземпляр собрала для образца. Вообще-то это краснокнижный, он является опылителем, еще и краснокнижный. Его ловить нельзя, его уничтожать нельзя. Но для образца, чтобы людям показывать, что вот это нельзя его ловить, нельзя его убивать, это очень полезное насекомое. Бұлардың бәрі зиянкестер қатарына кіреді, иә? Да. Түріне қарасаң, әп-әдемі жылтырақ қоңыздар мен көбелектер. Ну, здесь вот еще тоже... немножко тоже дети собирали, они чуть крылья повредили. Бабочки красивые, конечно, но их личинки, они, когда в личиночной форме, у них такой грызущий ротовой аппарат, и они повреждают, едят эти листья. Поэтому, тоже вредители. Это белянка, который капусту повреждает. Жақсы, рахмет. Так, и определение проводится на этом... Микроскоп? Это не микроскоп, это бинокуляр. Аптон называется. Вот здесь вот я определяю, вот подсветка. Значит, если сильно мелкие насекомые, значит, сначала на предметное стекло. Вот на предметное стекло, значит, наносится капля. И сюда я это вот мелкое насекомое, определение насекомых, значит, происходит вот на бинокуляре Аптон. И также мы пользуемся определителями, автор Ильинский. Если сомнения есть, то обращаюсь в Институт зоологии, в лабораторию энтомологии. Таранов Багдулет Туралиевич. Вот.
кандидат наук биологических, старший научный сотрудник Института зоологии. И вот определяем уже совместно, ну, это, если какие-то есть сомнения. Майдина ханым, мына жерде сіз көрсеттіңіз ғой, мысалы түрлі түсті қоңыздар, көбелектер, жәндіктер, тағы да басқа. Бұл өсімдіктер мен ағаштардың зиянкестері деп алдық, бірнеше түрін жинаған екенсіздер. Бұлар қыстың күні, қысқы уақытта қайда кетеді бұлар? Ағаштың түбіне кете ме, әлде ішінде қала ма бұлар? Зимуют, да. Они, вредные насекомые, зимуют в верхнем слое почвы, либо под растительными остатками, либо под корой, вот так вот. Ну, это уже зависит от их питания. Келесі жылы қыстап шыққан соң қай уақытта шығады? Көктемде шыға ма бұлар қайтадан? Да, көктемде. Насекомые, которые вредят деревьям, да, скажем так, самые массовые, это вот дубовый минирующий пилильщик, пилильщик зигзаг, паутинный клещ. Вот пилильщики, они уже закончили свое питание. Значит, дубовый минирующий пилильщик, вот именно сейчас уже он покидает кормовую базу и начинает внедряться в почву, окукливаться, да, и на зимовку готовится. А пилильщик зигзаг, он раньше, где-то во второй декаде июля уже начали покидать свою кормовую базу и уходить на зимовку. Это вот пилильщик зигзаг. Они уже все, закончили свое питание, и в почве они будут окукливаться, уже вторая генерация, и все, и на зимовку. Сейчас уже на деревьях этих личинок нет, поэтому обработка, она, ну, нецелесообразна сейчас, потому что деревья уже повреждены. Алматыдағы ботаникалық бақтың ағаштары мен микология және альгология зертханасындағы зиянкестердің түрлерімен жақынырақ танысып шыққан соң, Алматы шаһарын аралап ағаштардың жағдайын көзбен көрейік деп шештік. Расымен де жаздың ортасында сарғайып түсі қашқан ағаштарды көп кездестірдік. Тіпті Алматы қаласы әкімдігінің дәл алдында тұрған ағаштардың өңі кетіп, қурап, қоршаған ортада қараусыз қалғандай көрінеді. Бірақ Қазақстанның Байтақ Жасылдар партиясының атқарушы хатшысы, партия жанындағы республикалық ғылыми сараптамалық кеңес төрағасы Нұрлан Көптілеутегі оның себебі басқа да дейді. Осы Алматы қаласы елімізде миллиардқа жуық жасыл қоры бар өңір екені, үлкен өңір. Сондықтан біз жалпы осыдан бірер жыл бұрын президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы мемлекеттің алдында жалпы халықтық акция ретінде 2 миллиард тал егу ұсынды жобасын. Осы жобаны қуаттай отыра партия төрағасы Азаматхан Сайлауұлы партияның алдында бұл сұрақты басты мақсат етіп қойды. Және де партия жанындағы республикалық ғылыми сараптамалық кеңес бұл мәселенің күн тәртібіне әрдайым ұстап келеді. Біз әр өңірдегі жасыл желектердің қоры жайында нақты ақпараттарды жинастырып жатырмыз. Батыс өңірлердегі жоқ жасыл желектер қиын жағдайда ауыз судың, аяқ судың жеткіліксіздігіне байланысты. Ал мынау жасыл қорлары көп өңірлерде зиянкестерден қазіргі таңда жойылып бара жатқан жасыл қорлар туралы мәселені нақты қазір біз анықтадық. Бүгінге дейін 1300-ге жуық осы Алматы қаласының өзінен зиянкестер анықталды. Ол партия жанындағы ғылыми сараптамалық кеңеспен және де бірнеше институтпен бірігіп жасалынған жұмыстың өздеріңіз көріп тұрсыздар ме? Алматының қақ ортасы, әкімдіктің алды. Бұл жерде енді әрине әртүрлі жағдайлар бар. Оның бірі автомобильдердің көп жүруі, бұл ағаш түрлеріне өте зиянды, өйткені көлеңкесі жоқ. Басқа да одан бөлек қыстың күндері біз осы жерлерге мұз төселеді, мұз болады, мұздың үстіне мұзды жүріту үшін жаңағыдай тұздар салынады. Соның бәрі айтқанда жасыл желектерді күтіп ұстаудан бір мәселе бар. Екінші биологиялық өңдеу. Біз білеміз, осы барлық еліміздегі барлық қалалардың ішінде жасыл желектерді өңдеу, биологиялық өңдеу жолын тек қана осы Алматы ұсынады, және кейбір ұлттық парктер ұсынады. Қалған кейбір көп жағдайда химиялық өңдеумен айналысады. Бұл дегеніміз адамдардың денсаулығына, жалпы қоршаған ортаға үлкен зиян алып келеді. Енді Алматы қаласы бойынша айтатын болсақ, нақты бұл жердегі 1 миллиардқа жуық жасыл қор қазір нақты
биологиялық өрт үстінде тұр. Яғни Алматыда зиянкестермен жұмыс жасау жүйелі емес. Одан бөлек қала төңірегіндегі осы биылға бөлінген жарым миллиардтан астам қаржының бүгінгі таңда нақты қайда кеткені белгісіз. Өйткені ғылыми институттармен бірігіп, осы партия жанындағы республикалық сараптамалық кеңестің жұмысы қорытындысы бойынша бізде қазір хаттама бар. Институттар беріп отқан лабораториялық арнайы қорытындылар бар. Себебі жасалған әрбір биологиялық өңдеу, химиялық өңдеу болсын. Біз қазір биологиялық өңдеу жайында айтып жатырмыз, ал нақты оның өзінде де химиялық өңдеудің жасалған, жасалмағандығы жайында сұрақтар көп. Өйткені біз жасаған қорытындылардың аясында бұл айтқанда ізі жоқ. Бұл бойынша қаншама қаржы кетті, қаншама қаржы қазір бөлінді, ол мердігерлерге беріліп жатыр. Бұл үлкен мәселе. Сондықтан біз осы мәселені Алматы әкімдігінің алдына қоятын боламыз. Бұл сұрақ үлкен сұрақ, себебі қазына қаржысы, халықтың қаржысы бір, екінші президент қойған 2 миллиард тал егу бір әңгіме, біз қолымызда бар талдарды күтіп ұстай алмай жатқанымыз ол үлкен әңгіме. Сондықтан партия төрағасының алдында бұл сұрақтың қорытындысын біз алдағы күндері жеткіземіз, және айтқанда бұл мәселені біз әрдайым бақылауымызда ұстап отырамыз. Вот здесь теперь давайте внимание обратим вот на вот это вот дерево. Смотрите, вот дуб огромный, да, вековой дуб. Весь желтый стал. Он же желтый стал не из-за того, что осень наступила, а из-за того, что паразит его съел полностью. Вот видите, все листья желтые, смотрите, полностью. И такая картина, она повсеместна, она на всех деревьях у нас сейчас, на таких крупных деревьях. Можем дальше пройти посмотреть. Сейчас вот выявили много паразитов, да, с которыми необходимо бороться. И вот Акимат обрабатывает какими-то непонятными химикатами уже, да, которые уже на протяжении более 5 лет результата не дают. Сделали несколько заключений с Институтом биозащиты растений, с Институтом растениеводства. Все эти институты партия Байтак объединила между собой, имеется в виду, сделали соглашение, чтобы совместно с ними выявлять зараженный источник, где какие деревья, какими паразитами поражены, как с этим бороться. И у нас вот есть такой именитый ученый Абай Уразович, Сагитов Абай Уразович, это академик наш. Он является членом политсовета нашей партии «Зеленых» Байтак Алматинского политсовета. И он четко взял на себя вот эту вот проблему и выявил очень много проблем в этом отношении. Да? Провели лабораторные анализы. Имеем уже четкие показатели, насколько поражены наши зеленый фонд наш и каким образом необходимо бороться. В связи с этим, получается, Абай Уразович сейчас вот инициировал экспериментальную такую обработку новым препаратом органическим именно в ботаническом саду. Ну, чтобы показать, что есть четкий эффект от этого. Если мы вот этим заниматься не будем, у нас, получается, все деревья наши, да, вот они поражены, начиная от Илья-Алатауского национального парка, и уже дошло уже вниз там до Чемалгана, по-моему, уже дошло это все. Теперь что мы имеем? Получается, деревья у нас поражены, сохнут. Это мы теряем вековые дубы, другие виды деревьев. А как мы знаем, да, вот что мы сейчас в тени находимся, на солнце выйдем, вот в тени меньше на 5-3 градуса. Это все-таки микроклимат города. От этого очень сильно зависит тоже. И та же, допустим, трава, цветы, которые высаживают, они не сохнут, потому что и деревья тень дают, да? Это как бы очень серьезная проблема. Если мы этим заниматься не будем, через 5-7 лет мы реально, со слов ученых наших, останемся без зеленого фонда, и у нас здесь степь получим на самом деле. И температура в городе повысится, это за собой много вещей потянет, и
животный мир, там птицы начнут перелетать в другое место, да, там, где есть деревья, где есть тень, существует, да. Қазір біз Алматы қалалық әкімдігіне келдік. Бұл жерде бізге керегі экология басқармасы. Біз бұл басқарма мамандарынан қала бойынша био өңдеуге бөлінген ақшаның қанша пайызы игерілді, қаншасы әлі игерілген жоқ, соны білу. Сонымен қатар қала ішіндегі және де аудандарындағы ағаштарға био өңдеу қаншалықты жұмсалды, қаншасы өтті, қаншасы өтпеді. Осы сұрақтарға жауап іздеп көреміз. Кеттік. Ақыры әкімдікке кірдік. Күту залында басқарманың баспасөз хатшысы Индира Әндірге тағы да хабарластық. Экология басқармасының баспасөз хатшысы Индира ең қарындасымыз. Кеше ол кісіге ескертіп айтқанбыз, бірақ біз ешқандай да жауап бермейміз деді. Оңды солды жиналған құжаттарға. Бірақ не үшін ондай шешім қабылдағанын өзіне сұрайық дедік. Кеше ол кісіге де ескертілді. Біз әкімдікке келеміз, сол жауап бермейміз деген сөзіңізді камераға айтыңыз дедік. Бірақ қазір телефонды алмайды. Енді қазір онда әкімнің баспасөз қызметіне хабарласып көреміз. Баян Алтай. Баян ханым, саламатсыз ба? Самат Сапаралы. Баян ханым, біз әкімдікке келіп тұр едік. Индирамен хабарласа алмай тұрмыз, экология басқармасымен. Ескертіп бердіңіздер? Кеше ол кісіге ескерткен, бірақ біз ешқандай да ресми жауап бермейміз деді. Мен сол сөзіңізді камераға айтыңыз деп келіп тұрмыз қазір. Мен білмеймін, Индираны қайда екенін сұрап қойып қазір. Сұрап көріңізші, немесе мына жерден бірінші кіре берсе тұрмыз, осы жерден кіргізіп жіберсеңіз жақсы болушы еді. Ішіне кіруге рұқсат жоқ. Неге? Кіре алмайсыз. Енді рұқсат керек қой, алдын ала қағаз толтыру керек мен қазір сол үшін. Жақсы, онда осында күтеміз. Индираға хабар берсеңіз. Біз қазір Алматы қаласының экология және қоршаған орта басқармасының ресми сайтына кіріп отырмыз. Бұл жерде басқарма басшысының уақытша міндетін атқарушы Гайсин Мирас Маратұлы дейді. Мирас Маратұлы, сыртқа шықсаңыз, сізді күтіп отырмыз. Мен сізге жолдадым ғой, акті жолдадым ғой сізге. Өткен аптада. Мен сіздерден кәдімгі ресми түрде сіздерден хотя бы сауал хат болсын деп тұрмын. Акттарыңыз сізде қол қойылмаған. Қол қойылғанын жіберем қазір сізге, бәрі қол қойылды уже. Жіберіңіз қазір мен енді. Жоқ, сіз шығасыз ба, біз өзіміз көтерілейік па, соны айтыңызшы маған. Сіздерді жоғары көтермейді, күте тұрыңыздар. Қазір өзіміз көтерілеміз онда. Келіңіздер деп айтқан жоқ, көтеріліңіздер. Вот именно, келіңіздер деп айтқан жоқсыз. Мен сізге айттым, сіздің жауабыңызды маған камераға айтыңыз дедім, болды. Мен сізге айттым, ондай жауап. Қалай көтереміз? Айтпаймыз. Мен қазір біздің бөлімнің басшысымен бірге сізге түсек, сіз күте тұрыңыз. Жоқ, мен сізге көтерілем өзім. Қай жақтан көтерілем? Көтермейді, күте тұрыңыз. Мен көтерілем қазір. Мен сізге 9:30-да келем деп айттым ғой сізге. Сіз телефонды алмайсыз, жауап бермейсіз. Менде мына жерде дұрыс ұстамайды. Акиматқа сізді кіргізбейді. Мен қазір мына жерге бөлім басшысын іздеп келдім. Қазір ол кісі Маған басқарма басшысы керек. Басқарма басшысының міндетін атқарушы керек. Басқарма басшысының міндетін атқарушы қазір выездға шығып кетті. Орында жоқ. Сондықтан мен сізге қазір бөлім басшысымен бірге түсем. Күте тұрыңыз. Күттірген жауап, сіздер басқарма басшысын всегда іздеген кезде выездға шығып кетеді, то жиналыста болады. Жақсы, рахмет. Енді ол кісілер производство. Қай жақтан көтереміз? Охранаға айтайын болмаса, қай жақтан айтыңыз? Көтерілетін жақты көрсетіңіз, болды. Все, жақсы. Соңғы екендағы да. Үшінші жаққа қалай көтереміз? Заявка пропуск болады, пропускпен ғана кіре аласыздар. Абылай кіре алмайсыздар. Мен кіруім керек, өйткені ол өздері шығып қой отыр, экология басқармасы. Онда кіре алмайсыз, никак кіре алмайсыз. Ешқалай кіре алмаймыз ба? Лестницамен көтере алмаймыз ба? Жоқ. Неге? Пропуск керек деп тұрмын. Жоқ, не үшін қиындап тастағансыздар әкімдікке кіруді? Бұрыннан сонда тәртіп қой. До свидания. Бұл жерден кірмейсіз, Сатпаева жаққа барасыз, главный вход бар. Сол жақтан кіресіздер. Ол фронт офис қой бұл жерде. Жоқ, бұл жерде мысалы қазір үшінші этаждан бізге түсетін болса, қалай түседі ол? Ар жақтан айналып келеміз сырттан? Иә, сырттан келеді. Бұл жерден үшінші этажға көтерілетін ешқандай выход жоқ.
выход бар, бірақ сырттан келген адамдар кіре алмайды бұл жерге. Только сотрудниктер ғана кіре алады. Сотрудниктер ғана. Азаматтар кіретін, оны Сатпаев главный ход бар. Сол жерге бәрі сізге пропуск түсіреді, мысалы, мынандай азамат келді, мысалы, өздері келіп түсіп, сопровождениемен бірге алып келеді. Өздеріңіз емін еркін кіре алмайсыздар. Главный ходтан біз осы жаққа жіберді, фронт офисте, мына жерде барлық мамандар отырады деп. Қайда ол мамандар? Ана жерде 111-ші кабинетте Ақмарал деген қыз бар ғой. Сол кісіге айтсаңыз, соларды шақырып, бері қарай түсіріп береді мамандарды. 100 нешінші? 111-ші кабинет. Ақмарал, иә? Жақсы. Осы Ақмарал ханым сіз ба? Ақмарал қазір келіп күте тұрмыз. Біз уже күтікелі біраз уақыт болды. Бізге экология басқармасы керек, соны алып түсіріп беріңізші. Немесе біз өзімізді көтеруге көмектесіңіз. Саламатсыз ба? Баймедиа ақпарат агенттігі. Есім Самат Сапаралы. Біз экология басқармасына келіп тұрмыз. Кеше хабарланған, бірақ олар бізге жауап бермейміз деді. Бірақ сол жауап бермейміз деген сөздеріңізді бізге камераға айтыңыздар деп келіп тұрмыз. Астана қаласынан. Қазір не деп шығып жатыр ма? Әлі бөлім басшысы біреуді іздеп жүрмін дейді. Бізге уже сағат 9:30-да келеміз дегенбіз. Бізде қазір басқа съемка бар. Бүгін еще жолға шығу керек астында. Баймедиа. Баймедиа? По вопросу экологии, да? Иә. Все хорошо, мы сейчас. Немесе бізге өзімізді көтеруге рұқсат берсеңіздер, біз өзімізді Біз көтерілсек. ондай рұқсат бермейміз, қазір мына жақта Ақмарал деген қыз шығады. Жоқ, қазір кіріп шықты. Қазір келетін шығар, ол да біз бір мәселемен шығып кеткен ғой, тоже сіздер сияқты келіп тұрған адамдар. Қазір кішкене зал айзайын күте тұрыңыз, бір ары кетсе бір 7-8 минут шығады. Жақсы, 7-8 минут күтейік. Ақыры біз іздеген басқарма басшысы орынбасарының уақытша міндетін атқарушы Нұрлан Құтыбаев шықты. Бізге осы жердегі экологтар, ғалымдар шағым жасап жатыр. Қаладағы және де аудандардағы био өңдеу немесе химиялық өңдеу жалпы ағаштарды, өсімдіктерді ешқандай жүргізілген жоқ деп отыр. Жылына 4 рет жүргізілетін жұмыс, мүмкін 1 рет жүргізілген шығар, бірақ одан кейін әлі жүргізілген жоқ деп отыр. Ағаштардың бәрі қурап отыр, жапырақтары сарғайып отыр тез арада. Зиянкестермен күрес ешқандай да жүргізілмеген, хотя бұл мақсатқа 700 миллионнан астам сумма жұмсалды, ол игерілді деп отыр. Не айтасыз? Ондай ақпаратты шындықты айтқанда сізге кім беріп отқанын нақтысын айта алмаймын енді. Негізі ол ақпарат қаяқтан шығып отыр? Міне қолымызға акт берді. Бірнеше ғалымдардың, кандидаттардың қолдары қойылған. Қоғамдық бақылау. Енді бұл актіге сүйене отырып, ондай толықтай мағлұмат негізі мен сізге бере алмаймын, что бұл негізі нақты. Негізінде зиянкестердің бар жоғы немесе олардың жұмыс жүргізген жүргізілмегені, ол негізінде қазіргі уақытта лаборатория сараптама қорытындысы бойынша дәлелденеді. Енді шындықты бізде расын айтсам қазіргі жұмыс жүргізіліп жатыр. Негізінде жұмыс бізге 2020 жылдан бастап берілген біздің басқармаға. Оған дейін жұмыстың барлығы аудан тарапынан күшімен жүргізілетін болатын. 8 ауданда 8 өзінің келісімшарт жасасып, ол жерде негізі айта кететін, ол жерде жалпы жасағанда мердігер ұйымдар негізгі шарттардың бірі ол лицензиясы бар мердігер ұйым болуы қажет. Негізінде лицензиясы бар мекемелер жүргізгенде оның негізі өзінің рұқсаттары болады. Сосын тағы да айтарлық кететіндей, қала аумақ болғаннан кейін, қала аумағында негізінде өзінің утвержденный перечені бар. Сол перечень бойынша жасалынады. Ашық аумақтарда қаланың ішінде өзен көлдердің бойында қандай препарат қолдану керек екенін негізі өзінің бекітілген министерствомен өзінің несі бар, перечені бар. Сол перечень бойынша жұмыс жасалынады негізі қалада. 2020 жылдан бастап біз 4 этапты химиялық өңдеу жұмыстарын, химия, биологиялық әдіспен өңдеу жұмыстарын зиянкестерге қарсы өңдеулер жүргізіліп жатыр. Негізі жүргізу мерзімі осы майдан бастап қыркүйек айының аяғына дейін. Негізі 5-6 ай, негізінде ауа райының несіне қарап, негізінде қазіргі ең қолайлы жүргізетін уақыты ол түнгі уақыт және таңғы ерте уақыттары. Неге десеңіз, оның негізі свойствосы қолданатын препараттардың ең қолайлы сол
күн сәулесі түспеген жағдайда. Өткен сол кезде эффект шамалы көптігі болады да. Қазіргі уақытта бізде осы 2024 жылы 4 мердігер ұйым бар. 4 мердігер ұйымда несі бар, өзінің лицензиялары бар. Ол жұмыс жүргізіліп жатыр. Қазіргі уақытта 3-ші этап уже аяқталуға жақындап қалды. Осы жақын араларда біз уже 10 августқа таман уже 4-ші этапты бастаймыз. Негізінде әр этаппен екінің арасында 20-25 күн уақыт беріледі мердігерлер ұйымдарға. Осы қала аумағында 2.300.000 ағаштан артық ағаштар биологиялық және химиялық әдістермен өңдеу жұмыстары жүргізіледі. Оның ішінде жаңа саябақтар, тыным бақтар, көшелердің бойында өсіп тұрған ағаштар және ауланың ішкі аула, ЖК-лардың ішкі аулалардың ішін биологиялық өңдеу жұмыстары жүргізіледі. Ол негізі механикалық жаңа негізі спецтехникалық қолдану әдісімен жүргізіледі. Өзінің қондырғылары бар. И жаяу жүрген адамдар өздерінің қондырғыларымен техника кіре алмайтын жағдайда өзі қолмен өңдеу жұмыстарын жүргізіледі. Жұмыс жүргізілуде. Егер шығам десеңіз, біз сіздермен шығып көрсетуге дайынбыз. Егер сізге ыңғайлы болса, мен сізге даже нелен көрсете аламын. Бізде өзі химия деген группа деген бар. Сол жерде общий контроль жүргізіледі. Ол күнделікті Индира ханым сізде бар сол группада. Ол жерде күнделікті техниканың шығу несі әдістемелігі бойынша, мысалы, мынау кеше бүгінгі күндікі. Кеше түнде шыққан мысалы. Сол жерде әр көшенің басы жұмысты жүргізіледі. Осы жалпы ашық. Бұл жерде трактордың артына өзінің ілінетін қондырғысы бар. Сол қондырғысының ішіне биологиялық біздің өңдеу немізді сұйықтық құйылады, сол бойынша көшенің бойымен шашу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жалпы қанша Би көшесі. Мысалы, уақыт тұр қай кезде жүргізілетін күнделікті. Егер ауаның күрт бұзылуына қарағанда, мысалы, жауын-шашын нөсер жауған жағдайда жұмыстар тоқтатылады да, жүргізіп жатқан жаңа график бойынша жұмыстар шегертіледі бір күнге. Өйткені жауын-шашынның жүргізілуіне болса, мысалы, кешегі мысалы жүргізіліп жатқандар. Кешегілер, мысалы, чаттың бас жағындағыларды көрсетіп Мысалы, ең басынан көрем десеңіз, ең басынан бастап көрсетейік. Күнделікті жүргізіледі. Қарайын десеңіз, күнделікті каждый күн, четверг, среда, отызы кетті. Июньнен бастап жұмыс жүргізіледі. Арнайы биология өңдеу жұмыстары. Осы жерде бүткіл мердігерлер. Егер одан бөлек бізге арыз түрінде хаттар келіп түседі. Осы қаланың тұрғындарынан мен үй жағымда осындай нелер болып жатыр. Сол жерлерден жеке шығып, ол жерде обследование жүргізіліп, жаңа өңдеу жұмыстары жүргізіледі. Препараттарды салып жатқандары жүргізіліп жатқаны. Датамен әр несін, мысалы, заявление түсті, заявленияларды лақтырады. Осы чатқа группаға оған шығып, ответ береді. Видео, фото, фиксация міндетті түрде жүргізіледі. Осы. Күнделікті 17-сі, 16-сі. Жалпы 4 компания жұмыс істеп жатыр дедіңіз. Жалпы қала аумағында 4 қазір өңдеу жұмыс жүргізеді. Одан бөлек айтар кететіндей, жылдың басында негізінде бізде осы жұмыстардың жүргізілудің алдында сіздің көрсетіліп отқан актінің ішіне мен негізі мынау ғылымдарды нақты танымасам да, біз негізі тығыз жұмысты Қазақ ұлттық аграрлық университеттермен, ғылымдар докторларымен солармен жұмыс жасаймыз. Одан бөлек бізде институт карантина растений имени Жиенбаева деген бар. Сол жерде ол да бізде подрядчик болып жұмыс істейді. Ол кісілер ол Бостандық ауданының мердігер ұйымы болып табылады. Бостандық пен Алатау ауданының жұмысын жүргізеді. Биология өңдеу және химиялық. Негізінде мына қаланың аумағында қолданатын препараттар ол бәрі рұқсатталған тізім бойынша мен сізге айтып кеттім. Егер очагтар жаңадан табылатын болып заявлениялар түскен жағдайда, егер біз сондайларды тауып отқан жағдайда, кейбір шарттарда ғана химиялық әдіспен қолданамыз, бірақ оның өзінде рұқсат етілген қала аумағында жұмыс жасалады.
Неше ағаш бар жалпы қала бойынша? Қала бойынша негізінде қазіргі уақытта 4 миллионға жуық ағаш бар. Оның ішінде қала аумағында, саябақтардың ішінде, көшенің ішкі ауланың ішінде 2 миллион 300 ағаш. 8 аудан бойынша. Олардың ішінде қурап тұрған немесе жаңағыдай экологтардың тілімен ауырып тұрған дей ма? Сондай ағаштардың саны қанша? Қазіргі уақытта негізі 2018-2019 жылдардың қала аумағында мониторинг жүргізілді. Ол бойынша негізі жалпы қорытындысы болса жаңа 2 миллион 300 деген ағаш сол жақтан шығып отыр, қала аумағында өсіп тұрған. Оның ішінен 480 мыңға жуық ағаштар қазіргі уақытта перестойный, старовозрастной дейді, сондай ағаштар. Олар енді аварийный деп айтуға болмайды, негізі жасыл ағаштар, бірақ енді өзінің уже табиғи құндылығын жоғалтып жатыр. Негізі сондай ағаштар бар Алматыда. Одан бөлек негізі аварийный жағдайда тұрған ағаштардың саны 2019 жыл қорытындысы бойынша 84 мыңнан астам ағаш болған. Бірақ сол 2020 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін ағаштар апатты қурап тұрған ағаштардың олар негізі кесу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ол жұмыстар аудан тарапымен де жүргізілді, біздің тараппен де жүргізіліп жатыр. Біздің негізінде басқармамыз рұқсат береді сол ағаштардың қала аумағында кесілу бойынша. Соның жұмысын біздің бақылауында қазіргі жағдайда мысал ретінде келтіретін болсақ, 2022 жылы қала аумағында 6700 ағаш кесілді, апатты ағаш тұрған. Одан 10 орны 10 есе ағаш отырғызылды. Былтыр 2023 жылы 16925 ағаш кесілді. Жоспар бойынша биыл жоспар бойынша сондай ағаш кесіледі, 16925 ағаш кесіледі. Келесі жылда сондай жоспар бойынша негізі 2026 жылға дейін біз осы қала аумағында апатты тұрған жағдайда тұрған ағаштарын бәрін кесіп бітіру керекпіз негізінде. Одан бөлек біз биылға осы жылдың аяғының соңында қазір негізінде тағы да негізі заң бойынша мониторинг жұмыстары негізі жасыл қордың Алматы қаласының жасыл қорына мониторинг жұмыстарын тағы да жүргізейін деп жатыр. Соңғы не бойынша осы құдай қаласа ол шамамен 2025-2026 жылдарына дейін соңына дейін жүргізіліп бітетін болады. Сол бойынша бізде жаңадан ақпарат болады. Одан бөлек бізде жаңа негізі техникалық спецификация дейді ғой жаңа. Біз жаңа конкурс ойнатылған кезде негізінде бір шарттардың несі жұмыс жүргізілген болғаннан кейін міндетті түрде бізге лабораториялық сараптаманың қорытындысы керек. Жұмыстың қалай жүргізілгені бойынша. Ол әр этаптың өзінің қорытындысы бар. Егер сіз бізге официально запрос жасасаңыз, біз сіздерге оларды беруге де дайынбыз негізі. Әрбір қорытындысын. Сіздің жаңа айтылған актісі бойынша біз негізінде оны шынға келгенде байтақ бізге неше рет хабарласты. Біз ол байтақпен де бірнеше жиын өткіздік осылай. Осыны мәселені талқыладық. Абай Оразович деген кісі бар. Ол өзінің препаратын осы Қазақстанда қолданатын Актарафит деген несі бар, препараты. Сол препаратын негізінде қосыңдар дейді, айтылған болатын. Біз енді өз жағымыздан жауап бергенбіз. Біз определенно препаратты қосамыз деп айта алмаймыз. Біз негізінде сол тізім бар, сол тізімде қайсы көрсетілген қала аумағында соны ғана тізім бойынша техникалық спецификацияға ғана қоса аламыз деді. Өкінішке орай ол кісінікі жылдың басында болған жоқ болатын. Жоқ тізімнің ішінде осы қателеспесем осы 1-2 ай бұрын негізі қосылды, бірақ қосымша түрінде қосылды. Сол тізімге ол препаратты да қолданады бізде қазір. Негізі сол Абай Оразович осы ғылымның кандидаты негізінде осы салада негізінде. Ол кісіні өте жақсы танимыз. Одан бөлек айта кететіндей, жаңа зиянкестердің айтатындай, мысалы біз жұмысты мысалы қала аумағында жүргізіп жатсақ, мысалы Іле-Алатау национальный парк дейді ғой, бүткіл біздің Іле-Алатаудың бөктерінде орналасқан жасыл желектерге қазіргі уақытта биологиялық немесе химиялық өңдеу жұмыстары жүргізіліп жатқан жоқ. Оны қоса айтқан кезде қазіргі Алматы облысында
бізбен шекаралас, қала аумағымен шекараласып жатқан жерлер, оларда биологиялық өңдеу жұмыстарын жүргізіп жатқан жоқ. Негізгі очақтардың бәрі сол жақта болып жатыр бізде. Неге десеңіз, жаңа зиянкестердің табылған ортадан, табылған жерден бастап, өзінің обитат ететін орталығы табылған жерден бастап 8-25 километрге дейін екен. Енді біз мысалы мықты қала аумағында биологиялық өңдеу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Бірақ ол зиянкестер көшіп қонатын бұл жағдай болатын болса, ол қазіргі негізінде төмен фактілері бар. Көбі сырттан келген зиянкестер дейді мысалы, иә? Көбісі негізі қазір әкеліп отқан екпелермен, көшеттермен келетін нәрселер бар. Сол сіздердің препараттарыңыз оларға қарсы тұра ала ма? Бізде енді мұның негізінде жаңағы айтылған тізімде әрбір зиянкеске өзінің препараты бар. Сол мысалы табылған зиянкескер өзінің препаратын қолданады. Сол бойынша. Біз артық ол жерде ешқандай бір мұны болады, мынау болмайды, бір дополнительный бір артық қолданып отқан неміз жоқ. Ол тізімде көрсетілген қажетті препараттар. Жалпы қанша қаражат бөлінді? Негізі шамамен айтқан кезде бір ағашқа санайтын болсақ, шамамен 40-45 теңгеде бөлінеді жылына. Обработка жүргізуге. Жалпы сомасы? Жалпы сомасы мен сізге точно айта алмаймын, бірақ примерно бір ағашқа 40-45 мың. 700 миллион деген негізінде шамалы дұрыс емес ақпарат деп ойлаймын. Неше ағашқа бөлінеді олар? 2 миллион 300. 45 теңгеден 103 миллион 500 мың дейді. Сонда бөлінетін сума осы 100 миллионның төңірегінде ме? Жоқ, енді осыны примерно точносын айта алмаймын сізге. Жалпы бірақ бөлінетін ақша сондай. Бұны 4-ке көбейтеміз тағы да, 4 мезгіл. 4 мезгіл бар, бірақ 700 никак шықпайды сіздің айтқаныңыз бойынша. Оның ішінде былай қарайтын болсаңыз, ол бөлінген ақша ғой. Келісімшарт бойынша жасасқан ол жерде міндетті түрде енді скидка беріледі, одан төмен түседі ғой. Сол себепті мен сізге айтып отырмын. Қанша пайыз игерілді? Ақшаның ба? Қазіргі енді 3-ші этап, 2 этабы ғана игерілді, болды. Жартысы? Жартысы ғана. Әлі де алдымызда тамыз айы бар, қыркүйек айы бар, әлі жұмыс жүргізіп отыр. Сіз жаңа актыны бізге официально жіберетін болсаңыз, біз міндетті түрде ол сіздермен болса, біз қарсы емеспіз. Біз керісінше қала аумағында зиянкестермен болдырмау жұмыстарын жүргізуге сіз жағынан мысалы ондай ұсыныстар болса, біз қарастыруға дайынбыз. Біз оған шығып бірге қарастырайық. Демек жаңа ғалымдар сіздерге хабарласып, бірге осындай қоғамдық қабылдауларды жүргізген азаматтармен бірге жұмыс істей аласыздар. Міндетті түрде. Біз оған қарсы емеспіз, біз оны қолдаймыз, керісінше. Одан бөлек біз бізбен жұмыс істейтін теринспекция, немесе главный ботанический сад, жаңа имени Жиенбаева аграрный университетінің докторларын, профессорларын бірге сол жерге орынға шығып, лабораторияны шақыртып, анализін алып, соның қорытындысын бізге берген прогнозының ары қарай қалай жұмыс солармен қалай ары қарай күресуге екенін жұмысын алып, рекомендацияларын алып, дальше ары қарай жұмыс жасауға дайын. Осылайша Алматы қаласындағы 8 ауданға арнайы зерттеу жүргізіп, 17 түрлі зиянкес тапқан қоғамдық бақылау мүшелері ғалымдар шаһарда ешқандай ағашқа биоөңдеу жүргізілген жоқ деген тұжырымға келген. Ал Алматы қаласының экология және қоршаған орта басқармасы керісінше біз қала ағаштарына жыл сайын күтім жасап, оны баптап, биологиялық өңдеу жүргізудеміз дейді. Біз қазір экология басқармасынан шықтық. Ол жерде басқарма басшысының орынбасарының міндетін атқарушының сөзінше биологиялық және химиялық өңдеу уақытылы мерзіммен жүргізіліп жатыр. Күнделікті кешкілік немесе түнгі уақытта таң атқанша жүргізіледі дейді. Қазіргі уақытта 3-ші кезеңнің жүргізіліп жатқанын айтты. Сонымен қатар қосымша қандай да бір ғалымдардың, кандидаттардың пікірмен санасамыз, олармен де жұмыс істеуге дайынбыз деді. Осымен бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.